Баршаңызға сәлем достар, бүгін өте керемет алмалы пирог дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар ұн, қант, сары май, жұмыртқа және де тұз қажет болады. Ең алдымен ұнымызды аламыз. Міндетті түрде елеуіштен өткізілген болуы керек. Үстінен барлық заттарды сары май, жұмыртқа, тұзымыз салып, жақсылап қолымызбен езіп, крошки дайындайтын боламыз. Біз қамыр қылмаймыз, жаңағы үгілмелі крошки қылатын боламыз. Ірі болып қалмасын, осылай ұсақ болғаннан кейін алмаларымызды орташа көлемде осылай турап аламыз. Кейін үстінен лимонды сығамыз. Егер лимон сіздерде болмаса, қоспай қойсаңыздар да болады. Үстінен крахмалымызды салып, қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Және де орташа отта бір 2 минуттай отымызды араластырып, астын сығырайтып қойып, жаңағы 5 минуттай көлемде қақпағын жауып ұстаймыз. Осылай варенье сияқты болады. Енді крошкидің кішкене ғасынан алып қалып, қалғанын осылай формамызға орналастырамыз. Бұл кішкенен бетіне жабатын боламыз. Енді ортасына осылай алмамызды салып, бетін жаңағы алып қалған крошкімен жақсылап жауып шығатын боламыз. Бетіне тым көп алудың қажеті жоқ, кішкене ғана жапсаңыздар жеткілікті. Полностью осылай крошкімен жауып шыққаннан кейін осылай әдемі болады. Кейін оны жарты сағат көлемінде қызып тұрған пешімізде пісіріп аламыз. Осылай болады. Ыстық күйінде мүлдем формадан алып алмаңыздар. Міндетті түрде толық суы керек, әйтпесе бізде шашылып қалады. Бетіне қант ұнтағысын сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен осылай әдемі болу үшін септім. Және де осылай кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Өте керемет, ерекше пирог болады. Сол себептен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және де бір нәрсені айта кетейін, осы пирогты холодильникке салып, салқындатып алып жесеңіздер, сондай ерекше дәмді болады екен. Видео ұнаса міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.